Ал Ұлы Дала сыгандары Шымкентке жеттік. Біреудің ұйқысығанған, біреудің ұйқысығанбаған, біреулер менің қаным ішіп тұр, біреулер өздерінің қандарын ішіп тұр. Баршаға қайырлы күн достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Мені жоғалтып алған менің жандерім сол деп қояйыншы. Я білем, стористе жоқ болып кеттім. Іздеп сұрап жатсыздар, қайдасың Ғалия деп. Есесіне Шымкенттен сторис салатын болам. Бір-екі күн Шымкенттемін, таңертең келдім, аман-есен жеттім. Сторис салуға мүмкіндіктер болмады, уақыт болмады дегендей қарбалас өмірмен. Сол келіп туысымның үйіне тоқталдым. Дәл қазір салон красотыйға келдім. Маникюр, педикюр жасап үлгермегенмін. Соны жасатып аламын. Мына түріме мән бермеңіздер. Әбір жеген қазір шамалдайын красотка болып шығам. Тойға келдім. Тойдың уақыты кешке бір компанияның мерейтойына келдік. Сол хабардамыз достар. Реті келсе Шымкенттің әдемі жерлерімен бөлісуге, тойдың қызықтарымен бөлісуге тырысамын. Хабардамыз. Ал құрметті достар, қалдарыңыз алай, қайырлы кеш. Көптен бері мен сториске шыққан жоқпын. Бүгін шығуға тура келіп тұр. Қайырлы таң, ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Аман-есен Алматыға жетіп алдым. Сағат 5-те келдім. Ұйқы қанбады. Жұмысқа шығу керек. Шымкент ыстық, Алматы салқын екен. Осыдан алды Сара мен Абзалды салдым ғой. Бүгін автобуспен келеміз, Испаниямен келатқан кезде. Екеуі түсіме кіріпті де. Екеуі қосылса екен деп сап қойған ғой. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Асхат балдаңыз Алматыда. Жұмысқа кету керек. Қайырлы күн достар. Победный театрына бүгін келіп қалдым мен. Премьераны көруге, тірсіз встречасын өзіміздің Фархат қойған екен. Молдагалиев. Соны көрейін деп келгем. Бұл театрда болмағалы өте көп болды. Біраз уақыт болып қалды, сондықтан да что-то я сегодня решила и одна пришла.